Құрметті оқушылар, қиял мен шындық бөлімінде берілген Жүніс Сахиевтің дабыл әңгімесі бойынша төл әліпби тақырыбын өтеміз. Бүгін біз сабақта осы шығарманың идеясы мен пафосын ұлттық мүдде тұрғысынан ашатын боламыз. Пафос ол грек тілінен алынған сезім, құмарлық, құлшыныс, құштарлық, асқақтық, қуатты сезім мен терең шабыт мағынасында қолданылады. Пафос екі мағынада қарастырылады. Бірінші, кейіпкердің қоғамдағы, тұрмыстағы ерекше құлшынысты іс-әрекеті. Екінші, шығарма авторының жаны, оны болмысқа көзқарасы, ақиқатқа жетудегі құралы. Біздің бүгінгі пафосымыз екінші мағынада қарастырылатын болады. Пафос субъективті, объективті, шын және жалған болуы да мүмкін. Көркем шығармадағы негізгі ой, өзекті идея, авторлық бояу, ұлттық реңк, басты желі деген ұғымдарды пафоспен тығыз байланыста қарастырған дұрыс. Ендеше бүгінгі сабағымызда идея мен пафосты байланыстыруда әдеби талқы жасайық. Алдымен 6-шы бөлімде көтерілген мәселеге тоқталайық. Бұл бөлімде Төленнің Кит жоқ жұлдызының тұрғындарымен түркі тілінде тілдесуі болды. Сіз кім боласыз? Деп көне түркі тілінде сөйледі. Қазақ деген ел боламыз, деді Төлен де сол тілде. Қазақ? Иә, мына таңба жазуды қай кезден білесіз? Жыл есептеуіміз бойынша 6-7 ғасырлардан бері. Түсінікті, деді аспан адамдарының ортадағысы. Сіздер бүгінде де осы таңба әріпті қолданып, осы тілде сөйлейсіздер ме? Иә, деп Төлен көкейінде, біз әлдеқашан басқа ұлттың әріптік жүйесіне ауысып кеткенбіз деген сөз сайрап тұрса да, сасқаннан жалған айта салды. Құрметті оқушы, дәл осы сөздерден кейін мынандай сұрақ туындайды. Төлен аспан адамдарынан қорыққаннан осылай жауап берді ме? Әлде ұялғаннан осылай жауап берді ме? Қалай ойлайсыздар? Аспан тұрғындарының мынандай жауабын сөйлемін мән берейік. Тіліңізді, әріптік жүйеңізді ешқашан ұмытпаңыз. Бұл тіл, бұл жазу біздің байланысымызға басты дәнекер болады. Яғни біз 16-18 ғасырда көне түркі жазуы болса да, қазіргі күнде басқа әліпбиді қолданатынымыз түсінікті. Дегенмен де біз басқа ғаламшардың адамдарымен тілдесу үшін түркі тілінде білуіміз керек дегенді меңзейді бұл әңгімесінде жазушы. Осы берілген сөйлемдер басқа бөлімдеріне негіз бола алады. Яғни осы сөйлемдер шығарманың негізгі идеясын аша түседі. 7-ші бөлім. Шығарманың дабыл аталу себебін түсіндіретін бөлім деп есептеймін. Себебі қазақ әдебиеті хрестоматия 169 бетінде берілген мына үзінді дәлел бола алады. Ел санасы ояна бастады. Ежелгі тастағы жазуларға мән бермейтін жастардың өздері де енді оның алфавитін күтуде. Талай түрколог ғалым жасаған Қайдарұлының атына тележазба жіберді, хат жазды, бейнетелефон соқты. Бәрі де сол қазақ алфавитінің жуық арада болатынын, газет журналдарда жарияланатыны жөнінде жауап алып жатты. Ауылда ата-баба қалдырған асыл мұра, таңба жазу түрлі кітаптардан өз бетінше оқып, жазып, сөйлеп үйренгендерде аз болған жоқ. Соңғы күндері әсіресе жастар жағы Төленнің үйінен үзілмейтін болды. Бәрі де төл жазуын қойын дәптерінде ұстап жүргені. Құрметті оқушылар, аспаннан түскен тас ол дабыл боп қағылды. Неге? Өйткені халық осыдан кейін басқа ғаламшар тұрғындармен тілдесу үшін түркі тілін үйрене бастады. Сөйтіп, аз күннің аз уақыттың ішіндегі жер шарында жаңа алфавит, қазақ алфавиті бірінші орынға шықты. Оған негіз болған аспаннан түскен тас, яғни дабыл қағылды. Бұл тіл жер шарында негізгі тіл болып саналып, барша халық оны үйренуге кірісті дейді жазушы. Бұл шығарманың негізгі идеясы. Жазушы осы дабыл арқылы, аспаннан түскен тас арқылы қазақ тілі алфавитінің бұрынғы түркі тілінің әліпбиінің жандануына өз үлесін қосып жатқанын түсіндік. 8-ші бөлім. Дабыл. Біз Эридан шоқжұлдызындағы жарық телінетін ғаламшар тұрғындары сіздерге ыстық сәлем жолдаймыз. Бұған дейін сіздерден жауап ала алмаған едік.
Бұдан аз уақыт бұрын сонда барып қайтқан күнгейлік бауырластарымыз сіздердің ежелгі жазу ескерткіштеріңізді ұмытпай, оны жалғастырып келе жатқандарыңызды хабарлады. Сіздер өздеріңізге тән ұлттық ерекшеліктеріңізді сақтай білгенсіздер. Бұл хабарлама Эридан шоқжұлдызындағы ғаламшар тұрғындары. Осы сәлемдемеде мына сөйлемге мән беріңіздерші. Сіздер өздеріңізге тән ұлттық ерекшеліктеріңізді сақтай білгенсіздер. Бұл сөйлемнің әр жағында терең ой жатыр. Яғни біз осының алдындағы Кейт шоқжұлдызының ғаламшар тұрғындарымен түркі тілінде сөйлескен болатынбыз. Енді Эридан шоқжұлдызындағы ғаламшар тұрғындарымен олармен де осы түркі тілінде тілдесуге жарап жатырмыз. Оның барлығы түркі тілінің жандануына әкеліп соқты. Ендеше тапсырма. Әңгіменің идеясына сәйкес келетін нақыл сөздер мен мақал-мәтелдерді талдау. Дескриптор. Әңгіме идеясына сай мақал-мәтелдер табасыз және оны әңгімемен байланыстырасыз. Құрметті оқушы, осы әңгіме арқылы сіз мынаны түсінуіңіз керек. Жүніс Сахиев ол ғылыми фантаст, жазушы. Яғни осы фантастикалық әңгімелер арқылы ол бұрынғы ғаламшарлықтармен түркі тілінде сөйлесу арқылы біздің ұлттық ерекшелігімізді қазақ халқы әрқашанда сақтай білу керек дегенді жеткізгісі келеді. Осыны есіңізде сақтаңыз. Берілген тапсырма сізге түсінікті болды деп ойлаймын. Сәттілік тілеймін.